Барларыңызға қайырлы күн. Ассаламуалейкум. Құрметті клиенттер және де құрметті әріптестер. Бүгінгі видеода біз сіздерге on-demand коммуникатор деген программаны қалай орындау керек көрсететін боламыз. Біріншіден, пуск менюға кіріп, настройкаға кіреміз. Осы настройка жақта біз сеть и интернет деген батырманы басамыз. Осы жерде міндетті түрде Wi-Fi немесе проводной интернет қосу керек. Ары қарай конфиденциальность и защита деген пунктті таңдаймыз. Осы жерде безопасность Windows деген батырманы басамыз. Басылған кезінде ары қарай безопасность защита от вирусов и угроз дегенді таңдаймыз. Осы жақта бүкіл пункттерді өшіруіміз керек. Егер кейбір пункттер осы бірінші пункттан кейін өшірмейтін болса, өзіміз бүкіл пункттерді өшіреміз. Сосын управление приложениями и браузером дегенге кіреміз. Осы жерде де дәл осылай бүкіл пункттерді өшіреміз. Сосын пуск менюні жабамыз и біздің папкамызды дисктен немесе флешкадан ашамыз. Рабочий столға шығарамыз. Загрузканы күтеміз. Загрузкадан кейін бізде жаңа папка ашылады. Осы папканы 2 рет басамыз, сол папкаға кіреміз. Осы папканың ішінде бізде 6 пункт бар. Біз 4-ші пунктты CD Viewer деген приложениені 2 рет басамыз. Егер сіздерде біздікі осы видеодағы сияқты болса, бірінші реттен ашылмайды. Оған назар аудармаймыз. Ары қарай 3-ші, 4-ші рет запустить деген батырманы басамыз. Осы жерде разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве деген предупреждениеміз шығады. Сол предупреждениеда да деп басамыз. Енді қараңыз, бізде on-demand деген программамыз ашылады. Осы программада біз өзіміздің снимокты ашамыз. Атына басамыз, сосын файлдарды, срездарды басамыз и окей басамыз. Осыдан кейін бізде снимок ашылады. Назарыңызға рахмет. Бәріне сәттілік. Сау болыңыздар. Егер сіздерде сұрақтар болса, TNT сервис номерге жазсаңыз болады.